Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін біз 5-ші сыныптың English Plus кітабы бойынша 9-шы бетіндегі тапсырмаларына талдау жасайтын боламыз. Бүгінгі сабақта біз there is, there are структураларын өтеміз және some, a lot of сөздермен танысамыз. I can say what's in my classroom. Яғни бүгінгі тақырыпты өткеннен кейін біз өзіміздің сыныбымызда не бар, не жоқ екенін айта алатын боламыз. Бірінші тапсырма, look at the picture and complete 1 to 5 with numbers, then compare your answers with a partner. Яғни мұнда бізде 1-ден 5-ке дейін цифрланған заттар берілген, оның алдында санның орны тастап кетілген, яғни қанша екені белгісіз, қанша ұл екені, қанша компьютер бар екені суретте солар қалдырылып кеткен. Біз суретке қарап отырып солардың санын қоюымыз керек және жауабымызды қасымыздағы жұбымызбен, досымызбен, сыныптасымызбен тексереміз. Мысалында қарасақ one teacher деп өздері жазып қойған, яғни бір мұғалім бар. Енді бір деген цифрдың қасында бізде boys деп тұр, яғни ұлдар. Қанша ұл бар? Санаймыз, 7 ұл бар, 7 boys. Келесі екіншісі computer. One computer, бір компьютер бар. Үшіншісі girls, қыздар. 9 girls, 9 қыз бар. Төртіншісі posters, яғни постерлер, картиналар, плакаттар. Стенада, қабырғада ілулі тұрғанда санаймыз. 3 posters, 3 плакат бар. Және соңғы бесіншісі books, кітаптар. 22 books, 22 кітап. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Listen to Tara, talk about her class, choose the correct words. Яғни аудионы тыңдап, дұрыс вариантын таңдау керек. Бірақ біз аудионы тыңдамасақ та, бұны логикалық жағынан, сөйлемнің мағынасы жағынан таңдауға болады. Біріншісі, there is a немесе some сөздердің біреуін таңдау керек. Teacher. There is a teacher болады. Екіншісі, there is немесе there are біреуін таңдау керек. 7 boys. There are 7 boys. Себебі бізде there is жекеше бір затты айтқанда ғана пайдаланылады, ал there are көп затты көпше түрде айтқанда пайдаланылады. Демек, біріншісі there is a teacher, екіншісі there are 7 boys, үшіншісі there are 9 girls, себебі 9 қыз. Төртіншісі there are some posters. Posters, көпше түрде көп зат, көп плакаттар деп айтып тұр. Демек, there are болады. Бесіншісі there is a computer. Бір зат, бір ғана компьютер. A computer. Және алтыншысы there are a lot of books. A lot of көп деген, сондықтан there are. Үшінші тапсырмада look at the rules. How do you say the example sentence in your language? дейді. Яғни мына ережемен танысуымыз керек. We use numbers when we count things. Біз бір затты санағанда сандарды пайдаланамыз. Мысалы, there is one computer. Бір компьютер бар. There are 7 boys and there are 9 girls. Бұл 7 ұл бар және 9 қыз бар деп тұр. Яғни біз санағанда сандамен санаймыз, When we are not counting, we use a, some and a lot of. Ал біз нақты санын білмегенде, санамағанда, онда a, some және a lot of деген тіркестерді сөздерді пайдаланамыз. Мысалы, there is a teacher. Мұғалім бар. Бұл жерден біз a-ні тұрғаннан сразу байқаймыз бір мұғалім екен. Қайта саны айтылмаған, one деп, бірақ біз a артиклі тұрғандықтан бір мұғалім екен білеміз. There are some posters. Бұл жерде нақты санын білмейміз, бірақ бірнеше плакат екен білеміз. There are a lot of books. Тоже нақты санын білмейміз, бірақ көп кітап екен білеміз. Себебі a lot of тұр. Төртінші тапсырма. Make 6 sentences with words from the circles. Мына дөңгелектерде берілген сөздерді пайдаланып, біз 6 сөйлем құрауымыз керек. Бесінші тапсырма. Look at the pictures in this book. Write true and false sentence with there is and there are. Test your partner. Осы кітапты қолымыздағы ақтарып, әрбір бетін қарап, there is, there are структурасын пайдаланатындай қылып сөйлем құрауымыз керек. Ол жағын бір дұрыс сөйлем болу керек, немесе дұрыс емес сөйлем болу керек. Мысалы қараңыз. There are a lot of animals on page 44. дейді, яғни 44-ші бетте көп деген жануарлар бар деп қойыпты. Тексереміз, 44-ші бетте шынымен жануарлар көп пе? Егер я болса true болады, жоқ болса false болады.
сол сияқты мысалы сіз бір бетте 10-шы бетте делік қыздардың суретін көрсеңіз, онда there are a lot of girls on page 10 дейсіз. Егер ол дұрыс болса, сіздің қасыңыздағы досыңыз true дейді, қате болса false дейді. Және соңғы осы беттегі 6-шы тапсырма write sentence about your class, use ideas from exercise 2 дейді. Өзіңнің сыныбың туралы сөйлемдер жазу керек. Екінші жаттығудағыдай идеяларды, яғни сөйлемдерді пайдалану керек. Мысалы қараймыз. Сіздің сыныпта не бар? Қараймыз. Мұғалім бар, я? There is a teacher. Айтамыз. There is a teacher, мұғалім бар. Неше қыз бар, неше ұл бар? Мысалы 5 ұл, 5 қыз делік, я? There are 5 boys and there are 5 girls. Сосын мысалы не бар? Доска бар, я? Тақта бар. There is a board in my class. Неше стол бар мысалы? There are 10 tables in my class. Неше орындық бар? 10 орындық бар, я? There are 10 chairs in my class. Компьютер болса, компьютер бар деп айтамыз. Неше компьютер бар, соны айтамыз. Кітаптар болса, мысалы, көп кітап болса, there are a lot of books деп өзіміздің сыныбымызда не бар, соны айтып шығамыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің there is zero конструкциясына арналған видеомды қарауға кеңес беремін.